Барлықтарыңызға сәлем достар. Өте дәмді балды торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Балды торттың бір ерекшелігі пломбир креммен дайындалады. Қамыры өте нәзік, жұп-жұмсақ, ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер. Алдымен кремін дайындаймыз. Оған салқын сүт, оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін осының үстіне 3 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Тағы да жақсылап бір қайтара араластырамыз. Одан кейін кукурузный крахмал қосамыз. Кукурузный крахмалды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Кейін осыны отқа қойып, крем дайындаймыз. Отқа қойған соң міндетті түрде үздіксіз араластырып тұрамыз, себебі түбі жабысып қалмау керек. Бізде қою масса болғанша дейін араластырамыз. Крем дайын болғанда бетіне осындай пузырьктар пайда болады. Одан кейін осының үстінен таза, табиғи, сапалы бал қосатын боламыз. Бал бізде ерекше, дәмді, сонда керемет дәм беріп тұрады. Балды салып тағы да араластырамыз. Кейін тез су үшін басқа ыдысқа қойып, құйып алып суытсаңыздар да болады. Мен осы ыдысында суыттым. Бетіне пищевой пленканы жауып, контакт етіп жауасыздар. Арасына ауа кіріп кетпеу керек. Толықтай суытатын боламыз. Ендігі кезекте тестасын дайындаймыз. Ыдысымызға балымызды, қантымызды, сары майымызды салып, отқа қойып, жақсылап ертеміз. Бізде қантымыз толықтай еруі керек. Барлығын жақсылап ертіп аламыз. Бұны да үздіксіз араластырамыз. Кейін қантымыз ерген соң үстіне ас содасын салып, тағы да араластырамыз. Бізде масса 2 есе ұлғайып көпіретін болады. Алтын түстес сарғыш түс шыққанша дейін араластырамыз. Кейін осы массаны басқа ыдысқа тез су үшін құйып аламыз. Бізде массамыз жылы болған соң бір қайтара жақсылап миксерлейміз. Міндетті түрде жылы болу керек. Бір қайтара жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін осының үстінен 2 жұмыртқамызды қосамыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Кейін електен өткізілген ұнымызды 2-ге бөліп қосатын боламыз. Алдымен ұнымыздың жартысын салып, миксерлеп аламыз. Одан кейін қалған жартысын қосып, тағы да миксерлейміз. Бізде осындай қою, қоймалжың масса болады. Бұдан артық ұн салмаймыз. Столдың үстіне аздап ұнымызды сеуіп, жаңағы массамызды қойып, қамырымызды жинайтын боламыз. Артық ешқандай ұн қоспаймыз. Осылай барлығын қолымыздың көмегімен жинап аламыз. Қолға жабыспақ болады, негізінде солай болуы керек. Осыны осылай жинап алып, таза салафанға, холодильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Жарты сағаттан соң қамырымыз жақсы болып шығады. Қолға жабыспайтын әдемі қамыр болып шығады. Бізде міне жарты сағат өтті. Жарты сағаттан кейін алып, қамырымызды өздеріңіз қалағанда бірнеше бөліктерге бөлесіздер. Мен 24 диаметр қылдырып, 8 бөлікке бөлдім. Сіздер 22-20 диаметр қылдырып жасасаңыздар болады. 10-11 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Егерде кіші етіп жасайтын болсаңыздар. Астына ұнымызды азғантай себе отырып, тестамызды домалақ етіп жаямыз. Осы кезде духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоясыздар. Одан кейін форманы қойып бетіне кесіп аламыз жан жақтарын. Менікі форманың диаметрі 24. Осылай кесіп аласыздар. Одан кейін қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін
шаңышқының көмегімен қамырымызды тесіп шығатын боламыз. Барлық бөлген тестамыздың барлығын осылай жайып, формамызбен кесіп аламыз. Барлығын осылай дайындап алатын боласыздар. Одан кейін 180 градуста 3-4 минут аралығында пісіп шығады. Ол енді өздеріңіздің духовкаларыңызға байланысты. Одан кейін кремін алып, менде заварной крем кішкене сұйықтау болып қалды. Оны бір қайтара миксерлеп, үстіне таза сапалы сары майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Одан кейін дайын корждарымызды алып, крем-корж етіп, жағып тортымызды жинайтын боламыз. Жиналған соң тортымызды міндетті түрде 5-6 сағатқа салқын жерге қойып аласыздар. Бізде кремі толықтай сіңу керек. Бір коржды алып, блендермен езіп, осылай жан-жақтарына жағып шығатын боламыз. Міне бізде тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды әрі қамыры нәзік болып шығады.